Түркістан облысының Жетісай ауданы Көрікті ауылындағы 600 орындық жалғыз мектеп сабақ өткізуге жарамсыз. Қабырғасынан күннің сәулесі түсетін білім ошағын мұғалімдер өз бетімен жөндеуге кіріскен. Тіпті болмаған соң кейбірі демеуші іздеп жер-жерге хабар таратып жатыр. 12 жыл бұрын салынған ғимараттың қазіргі күйін тілшіміз Гүлдана Сейдрасул көріп келді. Арғы өт, бергі өт, көрініп тұр мұны. Жарылған сонша. Бұл мектептің қазіргі көрінісі. Осыдан 12 жыл бұрын салынған нысанның бірінші қабатында еден шөгіп, кабинетте сабақ өту қауіпті бола бастады. Спорт залда адам шошырлық күйде, қабырға қақырап кеткен. Мынау класс 30-35 сантиметр ортасы қазандық болып кіріп кеткен. Берде оқушы қалай отырады? Парта, жаңағы орындықтың бәрі қисайып тұратын тұғын. 45 сантиметрге бұлай. Бір класс емес, мына төменгі етаждың почти 90% осындай. Мердігерлер осы салған мектептегілер өте төмен салған сапасы, сол салған мердігердің балдары келіп өшеді оқса, сол кезде білер еді олар қандай состояниеде. Жаңбыр жауса шатырдан да су сорғалайды. Білім ордасының басшылығы, егер жөндеу жүргізілмесе, ғимарат қабырғасы оқушылардың үстіне құлап кетуі мүмкін деп қорқады. Екі сынып бөлмесіндегі бетондарды мектеп қызметкерлері бұзып жатыр. Өздері демеуші іздеп жөндеп алуды ойлап отыр. 3 жыл бұрын күрделі жөндеуге қанша сұрағанмен бізге мектепке ақша бөлінбеді. Сондықтан біз күрделі өзіп, бір текущий ремонттың өзіне, ағымдағы жөндеудің өзіне сметалар жасалынып, бірақ ол жаңағы сметаға байланысты ол сұранысымызда қанағаттанбай осындай жағдайда. Аудандық білім бөлімінің басшылығы мәселені енді ғана назарға алып, облысқа хат жолдаған. Жөндеу жұмыстары бойынша сметалық есептеме дайындалған. Сметалық есептеме 88 миллион 378 мың теңгеге сметалық есептеме дайындалып, қазір таңда арнайы облыс білім басқармасына бюджет қарау мақсатында ұсынылған. Енді бюджеттің мүмкіндігіне қарай кезең-кезеңмен жұмыстар жүргізілетін болады. Ауыл тұрғындары мәселе дер кезінде шешілмесе, балалардың өміріне қауіп төнуі мүмкін деп алаңдаулы. Жетісай ауданында осындай 10 мектеп қаражаттың жоқтығынан жөнделмей тұр. Гүлдана Сейдрасул, Мирас Ашенов, 7-ші арна, Түркістан облысы.